Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен хачапури по-аджарски дайындайтын боламыз. Ең алдымен жылы суымызға аштығымызды және де тұзды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Аштығымыз көтерілгеннен кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызға осылай құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қант қосамыз және де сұйық май қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Ең алдымен осылай қасықтың көмегімен араластырамыз және де кішкене қамырымыз біріккен соң қолымыздың көмегімен араластырып илейміз. Осымен қамырымызды илеп болдық. Бізде жұп-жұмсақ қамыр пайда болды. Енді бетін жауып, жылы жерге 30 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз ашығанша енді начинкасын, яғни салмасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен сырымызды үкіштен өткізіп, осылай дайындап аламыз. Және де бір жұмыртқаның ағын, бір ас қасық ұн және де суды қосып, жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Енді көтерілген қамырымызды екі бөлікке бөлеміз, яғни осы рецептен 2 хачапури шығады. Осылай қолымыздың көмегімен домалақтап аламыз және де оқтаумен жаятын боламыз. Қатты үлкен етіп, яғни қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ, орташа көлемде жаямыз. Міне қамырымызды жайып алдық. Енді екі шетіне бағана дайындаған салмамызды, яғни сырымызды салып шығамыз. Дәл осы хачапуриға сулугони сырын пайдалануға кеңес беремін. Сонда өте дәмді және де созылмалы болып шығады. Сырымызды жайған қамырымыздың екі шетіне осылай салып шықтық. Енді екі шетін ашылып кетпейтіндей етіп жақсылап түйеміз. Екі шетін қатты басып түйсеңіздер, ашылып кетпейтін болады. Енді осылай екі шетіне кішкене сырымызды салып, ұзынша етіп, дәл видеодағыдай етіп түйетін боламыз. Міне осылай етіп, хачапуридің шет жақтарын түйіп дайындап алдық. Енді ортасына қалған сырымызды салатын боламыз. Бұл рецепт өте оңай және де тез дайын болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сырымызды қасықтың көмегімен салып шықтық. Енді жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Сонда біздің хачапури қызарып, әдемі болып шығады. Қызып тұрған пеште 200 градуста қызарғанша 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Қызарып осылай пісіп шыққаннан кейін бетіне қалауыңызша жұмыртқаны жарып, тағы да 5 минут пісіріп алсаңыздар болады. Осымен біздің өте дәмді және де тез дайын болатын хачапури дайын болды. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.